Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндегі ең абзал күндер болса, қандай амалдар жасағанымыз жақсы деп сұрап жатыр. Ең біріншісі парыз құлшылықтарға бекем болу керек. Парыз құлшылықтар Алла тағалаға сүйікті болғаннан кейін, сауабы мол болғаннан кейін оны біздерге парыз етті. Сосын нәпіл құлшылықтар, бекітілген сүннеттер болсын, яки болмаса уәжіп, өтір уәжіп намаз болсын, осы нәрселерге бекем болу керек. Үшіншісі, ораза ұстауға тырысу керек. Егер Рамазан айында қарызыңыз қалып кеткен болса, міне осы уақытта ұстасаң сізге екі есе сауап болады. Рамазан айының қазасы бар, әрі осы күндерде жасайтын құлшылықтың сауабы бар, екі есе сауап болады. Төртінші мәселе ата-анаға жақсылық жасау, садақа беру, күнделікті амалдар. Бірақ осы уақытта істейтін болсаңыз, сауабы еселеніп келеді. Сондықтан да қадірін білейік, Құран оқу бар, зікір салу бар, оған да мән берейік. Алла амандық берсін.